Қайырлы кеш, құрметті серіктестер. Greenleaf корпорациясының кезекті презентациясын бастаймыз. Бүгін біз корпорацияның маркетинговый планын береміз. Менің есімім Кенпекова Зәуреш Тәңірбергенқызы, Қарағанды қаласында тұрамын. Жасым 65-те. Greenleaf корпорациясына 2022 жылдың ноябрь айында тіркеліп, бүгінгі таңда старший менеджер деген квалификациядамын. Командамда 5,5 мыңдай адамым бар. Көшбасшылардың бірімін. Қарағанды қаласында тұрамын. Командамда өсіп жатқан мен арқылы ашылған жаңағындай өте көп демей қояйын, 10-15-ке жуық сервисный центрлар бар. Менің командамның серіктестерінің ашып отырғаны. Командам Қазақстанның түкпір-түкпірінің бәріне тарап, Қазақстанның сыртына шығып, Өзбекстан, Қырғызстан, тіпті Россиядан да тіркеліп жатқан серіктестеріміздің қатары көтеріліп жатыр. Мінекей, Greenleaf корпорациясының өнімдерімен пайдалана отырып, өзіміз корпорацияның миссиясын орындап жатырмыз. Біздің корпорациямыздың миссиясы жер планетасының 85% халқы осы денсаулыққа зиян келтірмейтін, ешқандай денсаулығымызды сақтап қалатын осындай өнімдермен осы халықтың барлығы пайдаланса екен деген. Халықтың денсаулығын сақтап қалу, халықтың бай қуатты болуын, бақытты болуын көздеп отырған Greenleaf корпорациясының миссиясын бүгінгі таңда біз көшбасшылар орындап жүрміз. Мінекей, сол бүгін өнімдерге мен тоқталмаймын. Жүйелі маркетингіміздің жаңағы Greenleaf корпорациясының маркетинг планын жариялаймыз. Біздің корпорацияға кіру үшін ұсынып отырған бірнеше бизнес пакеттер бар. Мен бүгін тек қана бизнес пакеттерге тоқталам, құрметті серіктестер. Ол корона статусына тіркелуге болады 1,128,000-мен. Екінші кіру жолы бриллиант статусына 564,000-мен тіркеле аласыздар. Және де платина статусына сіздер 188,000-мен тіркеле аласыздар. Қай тіркелу жолын таңдасаңыз да, интернеттен сіздің өзіңіздің бэк-офисіңіз ашылады, өзіңіздің логиніңізбен, пароліңізбен өзіңіздің магазиніңізге кіріп отырасыз. Бұл біздің бизнес бэк-офисіміз, біздің жаңағы бизнесте инструментіміз деп есептейміз. Ішінде өзінің отдел кадров, өзінің бухгалтериясы, өзінің товароведы дейміз ғой, барлық біздің бизнеске қандай ақпарат керек, жаңалықтар, өзгерістер, маркетинг план, тегісі барлығы сіздің бэк-офисіңізде бар. Керемет сізге компания жаңағы бизнес жасайтын құрал беріп отыр, инструмент беріп отыр. Өзіңіздің под ключ дейміз ғой, магазиніңізді ашасыз. Мінекей. Екінші, егер де сіз 188,000-мен тіркелетін болсаңыз, сіз компаниядан стартовый набор аласыз сол ақшаға. Керемет швейцарский премиум класса косметика келеді. 4 этапты косметика. Бұл дегеніңіз умывалкасы бар, бет жуатын, тонері бар, сывороткасы бар, және увлажняющий кремі бар. Осындай премиум класса швейцарский селюкс косметикасы келеді сізге. Және де кір жуатын 1 килограмдық гель, ыдыс жуатын 1 килограмдық гель, бір тіс пастасы 120 миллиграмдық, бір упаковка прокладка, және кухонный бамбуковый салфетка келеді. 188-бен тіркелген адамға. Егер де сіз 564,000-мен кіретін болсаңыз, бриллиант статусына 3 стартовый набор аласыз. 1,128,000-бен кірген адамға корпорация 6 стартовый набор береді. Мінекей. Стартовый наборыңызды алдыңыз, бэк-офисіңіз ашылды. Сізге берілген бизнес орныңыз, мінекей, мынау сізсіз. Сізге берілген бизнес орын пожизненно деп айтуымызға болады. Осы бизнес орныңызды сіз өзіңіздің көзіңіздің тірісінде үрім бұтақтарыңызға, балаңызға, немерелеріңізге жазып беріп кетуге мүмкіндік берілген.
Тіпті сатып желетін де мүмкіндіктеріңіз бар бұл бизнес орынды. Передается по наследству дейміз. Және де төртіншіден, сіздің мынау салып отырған ақшаңызды корпорация 4 есе көтеріп, сіздің кабинетіңізге, өздерінің ашып берген кабинетіне 678.500 купон салып береді. Подарочный купон. Барлық ассортиментке корпорацияда бар өнімнің барлығына сізге 50% жеңілдік беріледі. Бірден 50% жеңілдік аласыз. Бұндай 50% жеңілдікті мониторить етсеңіздер, бірде-бір компаниядан таба алмайсыздар. Біздің Greenleaf корпорациясының бір маркетингтігінің артықтығының біреуі осында. Бірден халық тіркелген бетте 50% жеңілдікке ие болады. Дүкенге келіп, сервисін центрға келіп, мысалы, сіз бір өнім алатын болсаңыз, мысалы, мына өнім, масло рыбы крилля дейді. Бұның бағасы серіктес үшін 11.600, ал сыртқы сататын бағасы, есе баға 23.400 теңге тұрады. Кір жуатын геліңіз 3600 тұрса, сіз серіктес ретінде оны 50% жеңілдікпен 1800 теңгеге сатып аласыз. Міне осындай маркетинговый ход жасаған Greenleaf корпорациясы. Және де қай кіру жолын таңдасаңыз да, жаңағы корона болсаңыз да, бриллиант болсаңыз да, платина болсаңыз да, жаңағы бэк-офисіңіз ашылады дедім. Стартовый наборыңызды аласыз. Контрактыңыз по наследству беріп кетуіңізге болады. Және де бірден 50% жеңілдікке ие боласыз. Қай кіру жолын таңдасаңыз да. Енді корпорация бізге 4 түрлі мүмкіндік беріп отыр. Сіз өзіңіз тіркеліп алып, тек қана 50%-пен дүкеніңізді ауыстырып, химиядан экотоварға, денсаулыққа зиянын келтірмейтін таза өніммен пайдаланып жүре беруіңізге болады. Умный потребительсіз. Сіз тек қана. Сізді ешкім, тіпті сауда жасамасаңыз да, сатып алмасаңыз да, бизнес орныңызды ешкім сізден алып қоймайды. Міне, алған, тұрған орныңыз сіздің өзіңізге тиесілі болып тұрады. Екінші мүмкіндік, корпорация бізге сауда жасауға мүмкіндік беріп отыр. 50% жеңілдікпен өнімді сатып алып, үстінен 100% қосып, сауда жасауыңызға болады. Дүкен ашуыңызға болады. Егерде жаңа сән салоныңыз болса, жеке кәсіпкер болсаңыз, Greenleaf корпорациясының өнімін қойып, 100%-пен сатуға рұқсат берілген. Продажи дейміз. Үшінші мүмкіндік, сіз өзіңіз тіркеліп алғаннан кейін, жан-жағыңызға, төңірегіңізге, жақындарыңызға барлығына ақпарат беріп, өзіңіз сияқты осознанный дейміз ғой, өз еркімен тіркелген сіз тәрізді жеңілдік алып, өзі бизнес орын алып, адам тіркеу арқылы табыс көзіне ие бола аласыздар. Және де төртінші мүмкіндік, команда жинап алғаннан кейін сіз түкпір-түкпірдің барлығында ашылып жатқандай серіктестердің жағдайын жасауға сервис орталығын аша аласыздар. Мінекей. Міне осы 4 түрлі мүмкіндікті корпорация бізге беріп жатыр, ұсынып жатыр. Өзіңіз білесіз, біреуін ғана умный потребитель боласыз ба, немесе магазин ашып сауда жасайсыз ба, немесе жан-жағыңызға ақпарат беріп, айтып, команда құрасыз ба, немесе команда құрып алғаннан кейін сервисін центр ашып, әр қарай бизнесіңізді дөңгелетіп алып кететін біздің корпорацияның барлық мүмкіндіктері бар. Корпорация қазір көп мемлекеттерде ашылған, 40 мемлекеттен ресми түрде ашылып, тура сондай мемлекеттер ашылу жолында. Қазақстанның түкпір-түкпірінің барлығында сервисный центрлар ашылған, орталықтар. Мегаполис, Чимкент, Астана, Алматы сияқты мегаполис қалаларда 15-20-ға жуық сервисный центрлар бар. Жаңа тіпті район орталықтарынан да сервис орталықтарын ашып, халықтың жағдайын жасап жатқан көшбасшылар қазақстандықтар бармыз. Қазақстан бірнеше ай бойы СНГ мемлекеттердің арасында товарооборот бойынша қазіргі таңда бірінші орында тұрмыз, құрметті серіктестер. Оны да біліп қойғандарыңыз жөн деп білемін.
Мінекей, осы қай жолды таңдасаңыз да өзіңіз еркіңізде. Әрі қарай кететін болсақ, маркетингке келейік. Маркетинг Greenleaf компаниясында гибридный, бинар және классика. Бинар дегеніміз бұл біздің жылдамдығымыз, классика деген бұл біздің пассивный доходымыз. Жаңағы бинармен құрғанда 3 түрлі бонусты біз күнделікті аламыз, ал қалған 6 бонусты айына 1 рет, онында әр айдың 10-ында алып отырмыз. Мінекей. Енді маркетингке келетін болайық. Маркетингке келетін болсақ, біздің, міне сіз орын алдыңыз, адамдарды төңірегіңіздегі жақындарыңызды шақыра бастайсыз. Бинарный маркетингке біз 2 қанат команда құрамыз. Бір адамды сол аяққа жасақ, бір адамды оң аяққа жазамыз. Солай. Сіз өзіңіз тіркелгеннен кейін, бірінші сіздің шақырған адамыңыз ақпаратын алып, сіз тәрізді ол да тіркелетін болса, сіздің сол қанатыңызға тіркеліп, ол сізге 275 PV болып есептеледі. PV дегеніміз Greenleaf корпорациясының валютасы. Валюта 1 PV $1 тең, $1 үшін корпорация бізге 460 теңге төлейді. Құрметті серіктестер. Мінекей, бірінші адамыңыз тіркелген бетте, кешке дейін контракт өтетін болса, келесі күні таңертең сіз кабинетіңізден 6008 теңге бірінші бонусты аласыз. Бірінші бонустың аты реферальный деп аталады. Реферальный бонус жеке өзіңіздің шақырғаныңыз үшін компания сізге 6008 теңге төлейді. Ол қандай формуламен табылды? Сіз өзіңіз платинасыз, платина шақырып отырсыз 188 мыңға. Сонда 275 PV көбейтіледі, 5% төленеді бізге балдан, тіркелген адамның PV-нан. 5%-ға көбейтесіз, көбейту 460 теңге, әр бір бонустан бізден 5% налог шешіліп алынады корпорациядан. Сонда сізге осы 6008 теңге ақша болып шығады. Егер де сіз платина жазсаңыз, 188 мың адам жазатын болсаңыз, егер де сіз келесі күні, мысалы, бриллиант 564 мыңға адам тіркейтін болсаңыз, ол сіздің товарооборотта 825 PV болып есептеледі. Сіздің бонусыңыз жаңағы 825 PV-ге 5% есептелгенде, сізге 18.026 теңге төленеді. Егер де сіз бриллиант жазсаңыз, ал егер де сіз корона жазсаңыз, ол сіздің товарооборотта 1650 PV болып есептеледі. Құрметті серіктестер, 1650 PV-ге сіз адам жазсаңыз, бриллиант 1.128.000-ге, сізге реферальный бонус осы балдан есептеледі. Мынау формула бойынша сізге 36.052 теңге төленеді. Мінекей. Түсінікті ғой, 3 түрлі кіру жолынан әр түрлі 188-ге адам жазсаңыз, сізге 6008 теңге төленеді. Жаңағындай 564-ге адам жазсаңыз, 18.000 төленеді. 1.128.000 адам жазсаңыз, 36.050 теңге реферальный бонусқа ие боласыз. Реферальный бонус түсінікті ма, құрметті серіктестер? Түсінікті деп ойлаймын. Бірінші бонусымыздың аты реферальный бонус. Мен бұны енді өшірейін. Құрметті серіктестер, ертең сізге де командаңызға адамдар келеді. Ертең сіз осы маркетингті толық түсіндіріп беруіңіз керек. Сол себептен ерінбей жазып отырыңыздар, түртіп отырыңыздар. Жақсы ма? Екінші бонусқа келеді. Екінші адам тіркелген бетте сіздің командаңызға, ол да егерде 188 мыңға тіркелетін болса, 275 PV болып есептеледі сізге. Бұл адамнан да сізге жаңағы реферальный бонус түседі 6008 теңге. Және де
екінші адам тіркелген бетте сізге екінші бонус төленеді. Екінші бонустың аты бонус за уровень дейміз. Деңгей үшін бонус. Оның шарты бір адам сол аяқта, бір адам оң аяқта болу керек. Біздің мысалымызда ол шарт орындалып отыр. Бонус, деңгей үшін бонус, міне осылай тұру керек адамыңыз. Бір жолдың, бір линияда тұру керек. Сонда екі қанатыңызда да платина болса, 275 PV болатын болса, сіз $88 аласыз. Егер де сіз бір қанатыңызға бриллиант жазып, 225 PV, екінші қанатыңызға тағы да бриллиант жазатын болсаңыз, 825 PV-ге бұндай адамнан, мынандай деңгейден сізге $240 төленеді. Егер де сіз 2 корона жазсаңыз, 1650 PV, және де 1650 PV-ге, бұндай адамнан, бұндай уровеньнан сізге $440 төленеді. $88 дегеніміз формуласы бұлай. Құрметті серіктестер, жазып алыңыздар. $88 көбейтесіз 460 теңгеге минус 5% алып тастағанда сізге 38.456 теңге төленеді. Егер де сіз 2 бриллиант жазған болатын болсаңыз, $240-ды 460 теңгеге көбейтесіз, минус 5%-ын алып тастағанда сізге 104.880 теңге төленеді. 2 корона жазсаңыз, $440 көбейтіледі 460 теңгеге минус 5%, сонда сізге 192.280 теңге төленеді. Мінеки, осылай болады сіздің табысыңыз. Енді сіз өзіңіз платина болсаңыз, 2 платина жазсаңыз, осы мынау теңгені аласыз, деңгей уж. Егер де сіз бриллиант жазып отырсаңыз, сіз өзіңізде сондай бриллиант болуыңыз керек. Егер де сіз 2 корона жазып отырсаңыз, сіз өзіңізде 2 корона болуыңыз керек. Өзіңіздің статусыңыз корона болу керек. Бұрын мысалы, ол осы өзгерістің кіргізгеніне 1-2 ай болды, құрметті серіктестер. Оған дейін сіздің кірген статусыңыз маңызды болмайтынды. Қазір мынау уровеньді алу үшін, қазір сіздің статусыңыз да маңызды. Астыңыздан корона жазып жататын болсаңыз, өзіңіз алдымен корона болып алған жөн болады. Түсінікті ме? Егер де, қараңыздар, егер де сіздің бір қанатыңызда корона тұр дейік. Бір қанатыңызда корона тұр, 1650 PV. Екінші қанатыңызға сіз платина жазсаңыз, 275 PV-ге. Сізге бұндай деңгейден по малой ветке аз PV-дан төленеді. Сіз $88 аласыз. 38.456 теңге аласыз деңгейге. Уровень, деңгей үшін бонус аз аяқтан төленеді. Бірақ та сіздер уайымдамаңыздар, мынау адам кейін апгрейд жасаса, платинадан платина болып тұрып, платинадан коронаға ауысса, айырмашылығын қосымша төлеп береді компания. Бірде-бір балл бұл корпорацияда жоғалмайды. Барлығы накопительно жүретін бизнес. Бірде-бір балл, бірде-бір PV-іміз ешқашан жоғалмайды. Тіпті жаңағы реферальный бонуста да тура солай. Егер де апгрейд жасалып жатса, мынау адам мысалы коронаға, сіздің личнигіңіз. Осының айырмашылығын бірінші рет тіркегенде 6000 алсаңыз, айырмашылығын 30.000-ды тағы да төлеп береді реферальный бонус. Ешқандай балл жоғалмайды, барлығы жаңағы айырмашылығы төленіп жатады апгрейд болған кезде. Уровень түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Құрметті серіктестер.
шарты бір адам оң аяқта, бір адам сол аяқта болу керек. Деңгей үшін бонусты бізге бір-ақ рет төленеді. Бірінші рет бір адам сол аяқта, бір адам оң аяқта болғанда. Деңгей үшін бонус аз қысқа аяғыңыздан төленеді. Жақсы ма? $88, $240 және $440. Бұл компанияның қойып берген бағасы. Жазып алсаңыздар, мен бұны да өшіремін. Екінші бонус түсінікті болды ғой деп ойлаймын, құрметті серіктестер. Мінекей. Үшінші бонусымыздың аты командный бонус деп аталады. Понимаю. Командный бонус дегеніміз, жазып қойыңыздар, командный бонус, ГБ бонус деп көрініп тұрады сіздің жаңағы кабинетіңізде. Зарплата алған кезде күнделікті сіздің жаңа командный бонус есептеліп төлеген кезде ГБ бонус болады. Мінекей мынандай. Командный бонусты да біз әртүрлі процентпен аламыз. Сіз егерде платина болсаңыз, екі платина жазсаңыз, 10% төленеді платинаға. Егерде сіз бриллиант болсаңыз, сіз 12% командный бонус аласыз. Егерде сіз корона болсаңыз, сізге компания 15% төлейді командный бонустан. Бірдей жұмыс жасап жатырмыз, барлығымыз, бірақ та командный бонусты әртүрлі аламыз. Міне мынау біздің мысалымызда, бір қанатыңызда бір платина жазылып тұр 275 пивиге, екінші қанатыңызға да 275 пиви жазылды. Қанша сіз табысқа ие боласыз? Осы 275 пивиді сіз платинасыз, 275 пиви көбейту платинаға 10% төлейді. 10%. Осы 10% шыққан сумманы 460 теңгеге көбейтесіз, минус 5% жаңағы, сонда сізге командный бонус 12.017 теңге корпорация төлеп береді, командный бонусты. Егерде сіз мынау жерде бриллиант болсаңыз, платина жазып отырсыз. Тура осы 275 пивиді 12%-ға көбейтеді. 460 теңге минус 5% сізге 14.421 теңге ақша төлеп береді. Егерде сіз корона болсаңыз, 15% аласыз, осы 275 пивиді көбейтесіз 15%-ға, көбейту 460 теңге минус 5% тең болады 18.026 теңге. Көрдіңіз бе, құрметті серіктестер? Бірдей жұмыс жасап жатырмыз. Екі платина жазып отырмыз, екі жағымызға. Малый веткада 275 пиви болып тұр. Содан есептегенде 12.000 аласыз ба, 18.000 аласыз ба, өзіңізге байланысты. Сондықтан бірінші күннен бастап бірде-бір тиынымды жоғалтпайын десеңіз, мүмкіндігіңізше өзіңіздің орныңызды коронаға өсіріп алғаныңыз жөн. Апгрейд жасап алыңыз өзіңіз. Сонда бірде-бір тиынды жоғалтпайсыз. Уровеньнен де, командный бонустарда. Командный бонуста аз қысқа аяқтан төленеді. Мысалы, мынау бір қанатыңыз осылай кетіп қалды дейік, иә? Осылай кетіп қалды, ұзақ болып, енді мысалы, мынау қанатыңызда 5000 пиви бар деп айтайыншы, мысалы. 5000 пиви бір қанатыңызда уже жиналған балыңыз бар. Спонсор жақсы жұмыс жасап жатыр. Келген мынау кісіде ширақ екен. Мынау жаққа сіз мынаны алып алдыңыз уже. Бір ғана адам жазасыз, мысалы да, 1650 пивиге бір корона жаздыңыз. Сіз өзіңіз платинасыз, корона жазып отырсыз. Уровеньді айтып біттік, уровеньға қазір тоқталмайым. Қазір командный бонус деп отырмын. Сонда қараңызшы, командный бонусты бұлай есептемейді. Мына жақтағы общий балыңыз тұр, міне 5000 балл.
Бүгін бір адам жазып 1650 балл беріп отыр бізге ол. Осы балға сіз платинасыз. Сонда қараңызшы 1650 PV көбейту 10%, көбейту 460 теңге минус 5%. Сонда сіз 72.105 теңге ақшаласыз командный бонус. Өйткені мынау жерден 275-тен емес 1650 пивидан есептейді сізге, құрметті серіктестер. Ал егерде сіз мынау өзіңіз мына жерде платинаны есептедік қой. Егерде сіз бриллиант болсаңыз, осы балды 1650 пивиді 12%-ға көбейтесіз. 460 теңге минус 5%, сонда сізге 86.526 теңге төленеді. Ал егерде сіз мына өзіңіздің статусыңыз корона болатын болса, 1650 PV мынау PV-ді 15%-ға көбейтеді. 460 минус 5%, сонда сізге 108.157 теңге командный бонус аласыз. ГБ бонус төленеді. Түсінікті ма, құрметті серіктестер? Командный бонус по малой ветке оплачивается. Тоже. Мына жақта балым көп, мысалы 5000 PV болып тұр. Мына жерден бір адам жаздым коронаға. Сонда мынандай ақшаға ие болам. Егерде бриллиант болса, платина болсам 72.000, бриллиант болсам 86.000, ал корона болсам 108.157 теңге бізге табыс көзі түседі. Құрметті серіктестер. Түсінікті ғой, иә? Әрі қарай кетейік. Осы 3 түрлі бонусты сіз алған кезде қосымша ешқандай активность жасаудың қажеті жоқ. Осы 3 түрлі бонусты алу үшін тек қана өзіңіздің тіркелгеніңіз ғана маңызды. Қанша адам шақырсаңыз да, мен көрсеткен 3 түрлі бонусты сіздің күнде алатын мүмкіндігіңіз бар. Күнде алатын мүмкіндігіңіз бар. Бұл үшін айтып отырмын ғой, кіріп тіркелгеннен басқа ешқандай сізге активность жасаудың керегі жоқ. Жақсы ма? Түсінікті ғой деп ойлаймын. Түсінікті болса, мен бұл бонусты да өшіремін, құрметті серіктестер. Сәке, Салапат. Қазір мен басқа маркер алайыншы, мына жерде көбейіп тұр. Енді келесі бонусымыздың аты, құрметті серіктестер, бонус за повторную покупку купонов дейді. 4-ші бонусымыз. Покупка купонов повторная. Жаңа сіз тіркелген кезіңізде компания сіздің салған ақшаңызды 4 есе көтеріп 678.500 купон салып берді. 188-ге кірген адамға. 1.128.000 кірген адамға 4.140.000 салып берді. 564.000 кірген адамға 2.070.000 купон салып беріп отыр. Құрметті серіктестер. Бұл сізге берілген жеңілдіктің құны. Осы суммаға сіз жеңілдік ала аласыз. Бағана түсіндірдім ғой. Енді осы ақша бір күні бітеді. 1 жылда біте ма, 2 жылда біте ма өзіңізге байланысты. Дүкен ашып жатқан адамдардікі жылдамырақ бітеді. Сонда сіз екінші рет өзіңіз ақша құюыңыз керек кабинетіңізге. Кем дегенде $15. $15-ыңыз 10.000 теңгеге тең.
Мысалы, 10 мың теңге салсаңыз, теңге, сіздің осы ақшаңыз 10 есе көтеріліп, кабинетіңізге 100 мың купон болып құйылады. 100 мың купон. Егерде 20 мың салсаңыз, 20 мың салсаңыз, кабинетіңізде 200 мың теңге купон жатады. 200 купон жасады. Сонда көрінбей жатыр ма мына жер? Міне осылай. 200 купон жатады. Сонда төртінші біздің бонусымыз повторная покупка купонов деп тұрмын ғой. Купон сатып алғанда. Бірінші уровеньнан 40-шы уровеньнің аралығында сіздің серіктестеріңіз, өзіңіздің командаңыз осы ақшаны құятын болса, содан сізге 2% ақша төленеді компаниядан. 2%. Мынау купоннан емес, үлкейтілген, салынған ақшадан 2% аласыз, 40 уровень. Бұны алу үшін жаңағы 3 түрлі бонусқа ешқандай активностьтің қажеті жоқ деген болатын болсам, мынау бонустарды алу үшін, келесі бонустардың барлығын алуыңыз үшін сізге міндетті түрде активность жасауыңыз керек. Кем дегенде сіз 15 PV активность жасауыңыз керек. Әр өнімнің өзінің PV бар. Мысалы, бір тіс пастасы 1,5 теңге тұратын тіс пастасы 1 PV болып есептеледі. Жаңағы мен көрсеткен масло рыбы криле 11.600 теңге тұрады, 10 PV болып есептеледі. Шампуньдер бар 5 PV, 2 PV. Әр өнім, бір прокладка мысалы 0,5 PV, 0,2 PV жиналып, сізге бір айда бір-екі өнім аласыз, келесі айда басқа өнім аласыз. 15 PV жасап отыруыңыз керек, қалған бонустарды алу үшін. Мінекей, мынау 4-ші бонусыңыз, жаңағы 2-ші рет қайтара купон сатып алғаныңыз үшін 1-ші уровень мен 40-ші уровеньнің аралығында 2% табыс көзіне ие боласыз. Салынған ақшадан 10 мың теңгеден, 20 мың теңгеден сіздің серіктесіңіз қанша ақша салса, сонша ақшадан сізге 2% табыс төлейді корпорация. Бұл 4-ші бонусымыз. 5-ші бонустың аты, жазып қойыңыздар. МБ бонус. 5-ші бонусыңыз МБ бонус деп көрінеді. Кабинетте көрініп тұр ма, тақтам? МБ бонус серіктестердің жаңағы сатып алған товар оборотынан сізге айына бір рет табыс көз төленеді. МБ бонус төленеді. Ол дегеніңіз, біреу 15 PV-ге товар алып атыр, біреу 100 PV-ге алады, біреу 20 PV-ге, біреу 0,5 PV-ге. Әрбір балл бір айдың ішінде есептеледі кабинетіңізде сіздің. Сонымен 1-ші уровень мен 5-ші уровеньнің арасынан сізге 4% PV-нан ақша төленеді. 6-шы уровень мен 10-шы уровеньнің аралығынан сізге 5% ақша төленеді. 3% ақша төленеді. 11-ші уровень мен 30-шы уровеньнің аралығынан сізге 1% ақша төленеді. 31-ші уровень мен 50-ші уровеньнің аралығындағы сіздің командаңыздың серіктестерінен 0,5% табыс көзіне сіз ие боласыз. Бұл уже классика. Классика дегенімізді білесіздер ма? Мен қазір сізге кішкене түсіндіріп кетейін. Жаңағы бинар мен 3 бонус алсақ, оны былай 2 қанатқа төменге құрдық біз, бинар жасадық, я? Ал классикада сіздің адамдарыңыз, сіздің командаңыз, мына өзіңіз болатын болсаңыз, сіздің командаңыз бұлай бір линияға тұрады. Сонда сіз 5 адам шақырсаңыз, мысалы, өзіңіз лично 5 адам шақырсаңыз, міне, бірінші линияңыз 5 адам болып есептеледі. Я? 5 адам.
Осы 5 адам, 5-5тен адам шақырғанда, сіздің екінші линияңызда 25 адам болып есептеледі. 25 адам, 5-5тен адам шақырғанда, үшінші линияңызда 125 адам болып есептеледі. Төртінші линия сізде 625 адам болады. Так, бесінші линияңыз структураңыздағы бесінші линиямыз 3125 3125 адам болады. Және де алтыншы линияны көрсетіп кетейін. Алтыншы линия сізде 15625 адам болып есептеледі. Сонда 10 линияны қоссаңыз, есептесеңіз, әрқайсы 5-5тен болғанда 10 линия, да? Бәрін қоссақ 10 линияны сізде 12 миллион адам болады, құрметті серіктестер. 10-ақ линияда сізде, егерде бірінші линияңыз 5 болып, әрқайсы 5-5тен адам шақырса, 10 уровеньда сізде 12 миллион. А біздің 5-ші бонусымызда біз 50 уровень жайында айтып жатырмыз. Сонда өздеріңіз ойланып қараңыздаршы. 18 жылы Россия, 19 жылы Қырғызстан, 20 жылы Өзбекстан, 22 жылы Қазақстан, қазір Тәжікстан, Әзербайжан, Грузия, барлық мемлекеттер ашылып жатыр. Сондағы товарообороттың барлық, біз мысалы Россия 18 жыл келген Россияның барлығымыз солардың астында тұрмыз. Бір ғана бонустан миллионер болып отыр адамдар. Мен сізге мына жерден 10 уровеньді ғана айтып отырмын, 12 миллион деп. А менің командамда 5 адам емес, 70 адам, 100 адам шақырған адамдарымыз бар командамызда. Сонда өздеріңіз ойланып қараңыздар, қандай біз сізге табыс көзін ұсынып отырмыз бүгінгі таңда. Бірде бір балл терять етілмейді. Бірде бір балл. Каждый балыңыз кабинетке түсіп отырады да, сол каждый бір балдан, 0,5 балдан, 10 PV, 15 PV-дан сізге мынандай проценттер түсіп отырады ғой, құрметті серіктестер. 50 уровень. МБ бонус. Менің командамда 5000 адам бар деп отырмын ғой, 5,5 мың да. Соның 50% сатып алып отыр дейікші қазір. 50%-ның өзінен мен қаншама табыс көзіне ие болып отырмын айына бір рет. Ешкімді мәжбүрлеп жатқан жоқпын. Барлығы өздері үшін сатып алып жүр адамдар. Үйге керекті дүние. Мінеки, МБ бонус айына бір рет. Бұл үшінде сіз міндетті түрде 15 PV жасап отыруыңыз керек. Ұмытып кетпеңіздер. 14-те 9 болса, сіз мынау бонустарыңызды аламай қаласыз. Міндетті түрде 15-тен асып тұру керек. 15 болу керек, немесе 15-тен асып тұру керек. Жақсы ма? Осы бонусты айына бір рет біз алып жатырмыз. Бұл МБ бонус, за бинар дейміз. Жазып алсаңыздар, бұны да өшіремін. Келесі 6-шы бонусымыздың аты, 6-шы бонус, МБ бонус, с размещенной сети дейді. За бинар. Размещенной сети в бинаре. Бинара дейді. Міне. Енді қараңыздар, құрметті серіктестер. Мынау сізсіз. Екі команда құрып жатырсыз. Сіздің үстіңізде тұрған, мысалы, мына жерде спонсорыңыз бар. Спонсор мына жерден бір адам қойды. Қараңызшы, мынау спонсордың құрып қойған адамы сізге параллельный ветка емес па? Осы параллельный веткалардың өзінен де осы кісілердің покупкасы, сатып алған өнімінің барлығынан сіздің бинарыңызда кім тұр, солардың барлығының сатып алған өнімінен бірінші уровень мен 50-ші уровеньнің аралығында сізге 0,5% табыс көзі түсіп жатыр. Бұған да 15 PV жасап отыруыңыз керек міндетті түрде.
алтыншы бонус алу үшін де 15 PV міндетті түрде керек. Маңызды емес, сіздің адам ба, сіз параллельный переливпен түскен адам ба, любой адамның табысынан сізге осы бонус түседі. 50 уровень. Кабинетіңізде МБ бонус за бинар деп тұрады. Жақсы ма? Бұл 6-шы бонусымыз. 7-ші бонустың аты, 7-ші бонусымыз МС бонус дейді. Кабинетіңізде МС бонус болып тұрады. Зарплата келген кезде онында. МС дегеніміз өзіңіздің ID нөміріңізден сатып алған өніміңіздің PV-дің 10% кэшбэк болып қайтады келесі айдың онында. 10% аласыз. Возврат. Кэшбэк. Мінеки. Мысалы, сіз 15 PV жасайтын болсаңыз, осы 15 PV-дің 10% көбейтесіз 10%-ке, көбейтесіз 460 теңгеге, минус 5%-ке, сонда келесі айдың 10-ында сізге 655 теңге ақша түседі. Мінеки, мынандай ақша аласыз. Мынау PV-дан есептейді ғой? Жаңа 10%-ті айына. МС бонус осылай түседі. Көп ақша емес, бірақ та, мысалы, Магнумнан сіз товар алсаңыз, чекта спасибодан басқа еш нәрсе жоқ. Ал бізге 10% кэшбэгімізді қайтарып беріп отырады. 30 PV алсаңыз, 30 PV-дан есептеледі. 100 PV болатын болса, 100 PV-ден есептеледі. Мінеки, возврат. 10-ында келесі айдың, осы айда алған өніміңізден, келесі айдың 10-ында 7-ші бонус, МС бонус қайтады сізге. За личную покупку PV товаров дейді. Осы жаңа мен айтып кеткен 7 түрлі бонустың барлығын, 7 түрлі бонустың барлығын любой партнер, бүгін келген партнер, уже команда бірден құрып кетсе, бірден ала береді. VIP партнерлардың барлығы алады осы бонустардың. Бірінші күннен табыс көзіне шығуыңызға мүмкін компанияда. Енді келесі бонусқа келетін болсақ, 8-ші бонустың аты лидерский бонус деп аталады. Лидерский бонус с квалификации менеджер квалификациясынан басталып төленеді. Менеджер квалификациясы. Ол дегеніміз не? Мінеки, сіз бинардан команда құрып жатырсыз. Адам шақырып. Бір күні сіздің бір қанатыңызда 44.200 PV, екінші қанатыңызда да 44.200 PV болу керек. Ұзын аяғыңыз озып кетуі мүмкін. Мен қысқа аяқ қашан 44.200 болады, сонда сіз менеджер деген квалификациясына ие боласыз. Менеджерсіз. Сіз менеджер бола салысымен, сізге компания мынау лидерский бонус төлейді. Менеджердан жаңағы мен көрсеткен 5 уровень дедім ғой, мысалы да, 5 уровеньда сізде 5-5-тен адам шақырғанда, барлығын бірге қоссаңыз, 3905 адам. Соның, мысалы, біреу 12.000 командный бонус алды, біреу 24.000 командный бонус алды, жаңа 3-ші бонусымыз командный. Солардың алған командный бонусынан сізге менеджерларға 5 уровень 2% табыс көзін төлейді. Командный сіздің структураңыздың командный бонус тауып жатқан адамдардың алып атқан бонусынан 2% аласыз 5 уровень. Егер де сіз старший менеджер болсаңыз, старший менеджер 6 уровень алады. 2%. Старший менеджер деген кім? Сіздің бір қанатыңызда бір менеджер, екінші қанатыңызда бір менеджер болу керек. Товарооборотыңыз 118.000 PV болу керек. Сонда сіз 6 уровень аласыз. 2% әрқайсынан жаңағы серіктестеріңіздің. Егер де сіз бір қанатыңызға бір старший менеджер,
екінші қанатыңызға бір старший менеджер өсірсіп 265 PV товарооборот берсеңіздер, сонда сіз директор статусына ие боласыз. Директор статусына сіз ие бола салысымен, сізге 7-ші уровень қосылады 1%. Сонымен әрбір статус сайын сізге 1% қосылып отырады да, 14 уровеньға дейін сіз 1%-дан тағы да алып отырасыз. Әрбір серіктесіңіздің командный бонусының 1% төленіп тұрады сізге. Сонымен менеджерлар 5 уровень 2% алады, старший менеджерлар 6 уровень 2% төленеді, директордан бастап 7-ші уровень 14 уровеньға дейін, старший директорға 8, директор одной звезды 9, сөйтіп 14 уровеньға дейін 1%-тен сіз әрбір серіктестің командный бонусынан тауып атқан табысынан осындай проценттерге ие бола аласыз, құрметті серіктестер. Бұл лидерский бонус дейді. Лидерский бонус сізге төлену үшін 15 PV аз, 45 PV міндетті түрде активность жасауыңыз керек. Бірінші, ұмытып кетпейсіздер, 15 PV аз болады, 45 PV жасауыңыз керек. Жақсы ма? Мінеки, лидерский бонус. Енді, түсінікті болды ма бұл бонус? Келесі бонусымыздың аты лидерский бонус РТО дейді. Ол да менеджер квалификациясынан басталып төленетін бонус. 9-шы бонус лидерский бонус РТО деп кабинетімізде жазылып тұрады. Мысалы, біз Қазақстан осындай товарооборот беріп жатырмыз, күнде адамдарымыз жазылып жатыр, подпискалар жүріп жатыр, біреу 275 PV, біреу 825 PV, осылай жиналып жатыр. Сіз менеджер болдыңыз. Басқа мемлекеттерде, жаңағы мен айтқан, барлық мемлекеттерде осындай товарооборот беріп жатыр. Мынандай пирог дейінші. Осы үлкен пирогтың 3% квалификациясы бар адамдарға бөлініп беріледі. Мысалы, мынандай квалификационный сатымыз бар. Бүкіл квалификациялар: менеджер, старший менеджер, директор, старший директор, директор одной звезды, директор 2 жұлдызды директор, 3, 4, 5, 6 жұлдызға дейін. Сонда, сіз менеджер болсаңыз, сізге менеджерларға мынау 3%-тің 49%-ын менеджерларға төлейді корпорация. 19%-ын жоғарғы менеджерлар алады. 9%-ын директорларға төлейді, 9%-ын жоғарғы директорларға төлейді. Директор 1 жұлдызды 9%-ын алады, 2 жұлдызды директор 5%-ын алады. Мінеки, осындай пропорциямен мынау 3%-ды айына бір рет біздерге төлеп береді корпорация. Статусы бар жаңағы көшбасшыларға. Менеджер 49%-ын алып отыр, мынау 3%-ның. Өйткені менеджер жерде көбірек жұмыс жасайды ғой. Бұл да дұрыс распределение деп шешім айтуымызға болады. Енді бұл бонусты алу үшін міндетті түрде сіз 60 PV жасауыңыз керек. Және де по малой ветке, мынау аз қанатыңызға менеджер кем дегенде 4000 PV товарооборот беру керек. Жай жатып ақша алмайсыз. Жұмыс жасау керек. Командамен жұмыс жасау керек. Команданы өсіру керек. Сонда мынау ақшаның бәріне ие боласыздар. 60 PV міндетті түрде, және де міндетті түрде менеджер 4000 PV жасау керек. Старший менеджер болатын болсаңыз сіз, менеджер мына жерге міне 4000 PV товарооборот по малой ветке, старший менеджер 6000 PV товарооборот беруіңіз керек. Старший менеджердің командасы да көбірек қой. Жұмыс жасап жатсақ, барлығы жеңіл орындалады. Директор 8000 PV берулеріңіз керек. Малый ветке, старший директор 10.000 PV берілу керек. Солай сіздің командаңыз, статусыңыз өскен сайын, командамен дұрыс жұмыс жасап, сіздің товарооборотыңыз жүріп отыру керек. Міндетті түрде. Сонда сіз мынау бонусқа ие боласыз. С товарооборота СНГ, РТО бонус деп аталады. Мінеке, осындай бонусымыз жаңағы 9-шы бонус. Жазып алдыңыздар ғой.
және де соңғы 10-шы бонусымыздың аты лидерский бонус благосостояние дейді. 10-шы бонус. Лидерский бонус благосостояние. А. Саяхат. Путешествие. Саяхат. И Б. Э, жилищная программа деп орысша жаза берейінші. Орысша сайттың бәрінде. Жилищная программа. В. Автомобиль дейді. Автомобильная программа. Мынау путешествие, саяхат үшін менеджер квалификациясынан бастап төленеді. 1% с международного товарооборота. Общий товарообороттан 1% менеджерлардың бәріне, менеджердан басталған квалификацияның бәріне төлеп береді. Сіздің кабинетіңізде, бэк-офисіңізде ең астың жағында, главный страницада, басында бірінші позиция сіздің күнделікті ақшаңыз көрініп тұр, екінші позицияңызда купоныңыз тұр қалған, үшінші позициясында travel деп тұр ғой. VIP болсаңыз әлі пустой, ал менеджер квалификациясынан бастап ол жерде де ай сайын төленетін ақша. Менеджер квалификациясынан бастап мынау саяхатты біз алып жатырмыз. Бұны біз шешіп ала алмаймыз. Бұл тек қана компанияның жаңағы саяхатқа, оқуға жіберген кезде жұмсалуға мүмкіндік беретін ақшасы. Әлі пайдаланған жоқпыз. Жилищная программа директор статусынан бастап төленеді. 0,5% айына бір рет алынатын ақша. Автомобиль тоже директор статусынан бастап 0,5% төленетін ақша. Мінеки, 10 түрлі бонусыңыз осы алатын маркетинг бойынша. Саяхатымыз менеджердан басталады, жилищная программа директор статусынан, автомобильная программа тоже директор статусынан басталып төленетін табыс көзі. Осы 10 түрлі табыс көзін сіздердің де алатын мүмкіндіктеріңіз бар. 11-ші түрі біздің бонустардың тағы да бір бонусымыз бар, лидерские премии дегені бар. Алғашқы рет статус ашқан кезіңізде бір-ақ рет төленетін ақша. Сіз менеджер болған кезіңізде сізге $1000 ақша төленеді. Бұл 460 мың теңге алдық. Старший менеджерға $2000, $920 мың теңге. Директорға $3000. $3000. Солай статусыңыз өскен сайын сіздің жаңа премияңызда $5000, $8000, $10000 боп алатын табыс көзі. Бұл да жақсы дүние. Келісесіздер ма? Енді мен мысалы $1000 алдым, $2000 алдым статус ашқан кезде, директор болған кезде маған мынау ақша төленеді. Сондықтан талпынатын іс-әрекет жасасақ, мақсат қойсақ, міндетті түрде жететін жұмыс, жаңа статусқа да, табыс көзіне де барлығына. Бұл маркетинг бойынша төленетін біздің ақшаларымыз, құрметті серіктестер. Осыны жаттап алып, ұғып алып, күнделікті іс-әрекет жасасаңыздар, керемет, үлкен жетістіктерге жететін барлық адамның мүмкіндігі бар. Әрбір адамның мүмкіндігі бар. Өзіңізге байланысты. Мінеки, осы. Енді қазір біздің Greenleaf корпорациясының маркетингінен бөлек промоушн дегендері бар. Жарты жыл сайын саяхатқа бізге жаңа промоушн жарияланады, жарты жыл сайын. Және де 1 жылға автобонус деген бар бізде, промоушн бойынша. Жаңа жыл енді басталып жатыр. Августтың осы тамыз айының 1-нен 31-ші ақпанға дейін 26-шы жылдың саяхатқа қазір промоушн жүріп жатыр. Қытайға. Енді қараңыз, сіз жаңа команда құрып жатырсыз, күнделікті құрып жатқан адамдарыңыз осылай жинала береді. Жеке промоушнға жеке еш нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Мысалы, осылай күнделікті табысыңызды алып жатырсыз. Сіздің осы балдарыңыз
18 мың, жаңа жарты жылда 18 мың пиви бір қанатыңызға, 18 мың пиви екінші қанатыңызға жинасаңыз товарооборот. Бұл жаңағы 188-ден жазғанда 65 адам. 65 адам болады. Және де осы 18 мың пивидің 2750 пивиі ішінде 10 личник өзіңіздікі, мынау 130 адамның 10-ы өзіңіздің личнигіңіз болу керек. Сіздің өз басыңыз шақырған адамдар болу керек. Сонда сіз де жаңағы тегін саяхатқа жолдама аласыз корпорациядан. Әбден мүмкін. Мінекей. Бұл жарты жыл 1 августтен 25 жылдың 31-ші 26 жылдың қаңтарына дейін промоушн. Жаңа саяхатқа. Енді келесі промоушн автомобильный деп жаңа автобонус деп атырмыз ғой. Ол 1 тамыздан 31 шілде аралығында 26 жылдың 1 жылға берілетін. Мінекей. Осы аралықта автомобильный жаңағы автобонус. Ол дегеніңіз бір қанатыңызға 60 мың пиви жинауыңыз керек. 1 жылда. Бұл сіздің өзіңіздің жеке басыңыздың ғана товарооборот емес, командамен істелетін жұмыс. 60 мың пиви. Сонда сізге жаңағы бір оборот, осы жаңа біткен промоушнға мысалы, бір оборотқа 1 116 000 төледі. Сол 1 миллионның шамасында дополнительный 13-ші премия сияқты табыс көзіне ие боласыз. Мінекей, 60 мың пиви, және де личный оборотыңыз 600 пиви болу керек. 1 жылда мақсат қойсаңыз, автобонусқа жетем мен деп, команда құрып жатырым деп, онда 1 күннен бастап, 1 айдан бастап, сіз 15 пиви емес, кем дегенде 50 пиви жасап отырсаңыз, мынау автобонусқа ие боласыз. Жаңа 13-ші зарплата автобонус төленеді деп жатырым ғой, соған ие боласыз. Мінекей, осындай автобонустарымыз бар. Бүгін ғана чатқа біз жаңа скидывать еттік, біздің жоғарғы осы структурамыздың жоғарғы көшбасшымыз, директор одной звезды, Ботагөз Касымбекова мысалы 44 миллион алды. 44 миллион ол аз ақша емес қой. Біреуге бір квартира деп есептеңізші, пожалуйста. Біреу 5 автобонус алды, біреу 10 автобонус алды. Тіпті бір автобонус 1 116 000 кім береді? Сол себептен компания өте маркетингі өте бай, күнделікті табыс көзіне жетуіңізге болады. Айына табыс көзіне жетуіңізге болады, мүмкіндіктеріңіз бар. Осы маркетингпен жұмыс жасап жүріп, үлкен жетістіктерге жетіңіздер. Маркетингті түсініп алыңыздар. Маркетингті түсініп алсаңыздар, ақша келеді сіздерге. Табыс көз келеді сіздерге. Команда өсе берсін, өне берсін. Барлығыңызға үлкен жетістік тілеймін, табыс тілеймін. Бай қуатты болайық, қазағым. Баршамызға сәттілік керек міндетті түрде. Рахмет, Айзат ханым. Маркетинг бойынша сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады, жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті серіктестер. Барлық түсінікті болатын болса, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, мінекей тура 1 сағат маркетингке справились как раз. Енді қоштасайық, онда сұрақтарыңыз болмайтын болса. Айтарларыңыз болмаса, сұрақтарыңыз болмаса, онда барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатты болыңыздар, күнделікті системада болыңыздар, күнделікті іс-әрекет жасаңыздар, үлкен табысқа жете беріңіздер бізбен бірге.